Ассалаумағалейкум. Екі бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін бұқамызды түсіректеп жатырмыз тағы да. Алдында Алматыға барып бұқамыз сойдырып, тағы соғымыз сойып, оның бәрін сіздермен бөлісіп жатырмыз. Енді сол бұқаларымыздың орнына алдында алып қойған, дайындаған подсостарымызды кіргізіп қойдық. Бұлар енді ноябрьдің 11 айдың 20 күні кірген. Содан бері міне тұр, осылай дайындалып, бордаққа дайындалып тұр. Осылай енді тағы бір ай мезгілінде тұрады, бір ай болмаса бір жарым ай тұрып, сосын барлықтарының басын жеке-жеке байлайтын боламыз. Подсосымыз ортағы 240 мыңнан келген, 10 айдан бастап алғамыз. Сосын алдыңғы айдың 11 айдың 20 кіргіздік. Бос қойып, екі уақыт жем беріп жатырмыз. Бірақ таңертең бір келе мөлшерінде жейді, 1,5 келедей. Кешке 1,5 келедей ғана жеп тұр. Алдында жем ештеңе жоқ, жом қосып беріп жатырмыз. Осы жаңалық біздегі жаңалығымыз сол. Жом қостық, қыстай біраз дайындаған малға қосайық деп. Міне бұлар тойып алып міне жатыр. Осылай. Қораның іші кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Төбеміздің бәрі терлеп, түнде қырау болып, таңертең сол еріп, мұз болып су ағып жатыр қораның ішінде. Шалқылдап тұр қазір. Енді қыстай кішкене осылай болады. Бұған басқа не амал бар, айтып жібересіздер. Астына жаза кетсеңіздер. Төбеге пеноплит ұстау керек па, басқа бір амалын жасау керек болып тұр. Мына малдың демімен қораның іші ыстық, сырт жағынан суық кіріп, қорамыз іші бу болып кетіп жатыр. Қазір мен есікті ашып қойғам, сосын мына төбесіндегі мына жылулықтан мұздың бәрі еріп, ішінде су болып жатыр құйылып. Арнамыздан алыстамаңыздар, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап отырайық. Әр қазақ бай қуатты болсын, бұқа бордақылаумен айналысыңыздар, байыңыздар. Қазақ айтады ғой, көршің байса қуан, қуанғаннан көршің байса қуан дейді. Өйтпесі саған ештеңесін бөліп бермесе де, сенен ештеңе сұрамайды дейді. Сол сияқты әрбіріміз баюымыз керек, жоғары қарай көтерілуіміз керек. Жақсы жағдайда өмір сүрген жақсы ғой, енді өмірге келгеннен кейін жақсы өмір сүру керек, денсаулығымызға да қарауымыз керек, жұмыста жасауымыз керек. Солай. Енді мына жақтағы бұқаларымызға келсек, мына екеуіне 2,5 ай, бұйырса енді мына үшеуіне 2,5 ай болды ғой. Мынау алдында шығарғанмын, жаздай әлгі арқандап отырған, 10 айлық кезінде алынған подсос болған. Ал енді бұл қазір 1 жастан асты, байланып тұр, бойы өсті. Бұлардың бәрінің сол енді осы айдың 25-і 3 ай болады таза. Енді ана ар жағында бұқаларға 4,5 ай. Мұнан арт жағынан көрсетіп өтейін. 2,5 айлық бұқалар. 2 ай 20 күн. 2 ай 17 күн болды да. Почти сонда 2,5 ай ғой. Мұналарға 4 ай 13 күн. 8 айдың бірі кірген. Міне. Бұлар негізінен дайын, бірақ енді ақыр бұқамен айналысып отырмыз. Ақыр бұның орнына мал аламыз. Сондықтан осыларды байлап, ар қарай 3 айда ма, или 2 айдың аяғында ма, сол кезде шығарайық деп шешім қабылдап отырмын. Сізді мына жерде көп кісілер жазады ғой. Тұрдыбай,
бұл бұқаларды неге бір сен 4 айында 5 айында шығарып жатсың, кішкене ұзағырақ ұстасаңшы деп. Сол кісілердің де тілін алып жатырмын ғой. Тілін алып, енді көп бордақымен айналысқан кісілер де мені көріп, тыңдап отырады ғой. Сол кісілер ақыл кеңесін айтып кетеді ағаларымыз. Сондай кеңестерді ой тарасынан өткізіп отырып, осы бұқаларды бұйырса бір 7 айға дейін ұстайын ба деген шешім қабылдадым. Арман мақсатымызға ақырындап жете берейік, жақсы салмақтар күтейік деген оймен осыларды ұзағырақ ұстайын деп шештім. Міне қазірде жаман емес, салмақтары бар, бірақ енді кішкене ұзағырақ ұстау керек болып тұр. Міне тарғыл бұқа. Бұлардың барлығына 4 ай 13 күн. Бүгін 12 айдың 13-і. Алдағы кел жатқан тәуелсіздік мейрамымыз құтты болсын. Тәуелсіздігіміз жалғаса берсін. Ұрпақтарымыз осы тәуелсіз Қазақстанның игілігін көрсін. Халық үшін, ел үшін қызмет жасайтын ұрпақтар бұйырсын. Әр қазақ байқуатты болсын. Сол үшін міне ұрпағымызды жақсы білім беру үшін, алға қарай жеткізуіміз үшін еңбектенуіміз керек. Таза жолмен, таза еңбекпен еңбектеніп, соларды алға қарай жетелеуіміз керек. Сол үшін қысы жазы тоқталмай еңбек етіп жатырмыз. Міне бұқалардың жағдай осындай. Бұйырса міне бұл бұқаларды енді аналармен бірге кетеді. Бөліп жармаймыз. Еттің бағасы көтеріліп келе жатыр. Тәуба. Енді доллар көтерілді ғой. Біздің еттің бағасы да көтерілу керек. Қазірде Алматыда 2500-ге шықты. Налешкі сойып алатын кісілер осы ауылдан да кеп алып кетеміз деп жатыр. Былтыр кішкене дұрыс болыңқырамай байлаған кісілер бұқаларын өткізе алмай қалған кездер болған жаздай. Қалай өткіземіз деп соятын кісілер қарызға алып, әптен оны созып, солай жағдайларда болған. Қазір Құдайға тәуба, бұқа болса налешке аламыз, сойып аламыз деп солай болып жатыр. Бұқа байлаумен айналысыңыздар. Және де кеңес керек болса, ұялмаңыздар, жазыңыздар, орынды сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен сіздерге әрдайым жауап беремін. Білгеніңді бөліс дейді ғой енді. Білгенімізден білмегеніміз көп. Сондай болса да кішкене өзіміздің біліп істеп жатқан тәжірибемізбен үйретуге ешқашан артқа қарай үйретуге тырысамыз, және бір-бірімізді қолдаймыз. Әр қазақ бірін-бірі қолдап, бірін-бірі алға қарай жетелесе, бәріміз бірігіп, осылай бір-бірімізге үйретіп, білмегенімізді істейтін болсақ, бізден бақытты, бізден бай, бізден мықты ел болмайды деп ойлаймын. Видео ұнаса каналымызға жазылып, лайк басып, және мал бордақылаумен айналсам деген достарыңызға жолдап қойсаңыздар болады. Телефон нөмір 8771 413 14 17. WhatsAppқа шығып пікірлер сұрасаңыздар болады. Пікір беруден жалықпаймын. Бірақ та звондамай қойсаңыздар да болады. WhatsAppқа сұрақтарыңыз жазып қойыңыздар. Бос уақытым болған кезде сізге кері байланысқа шығып, сіздің жауабыңызға білгенім бойынша жауап беруге тырысамын. Әр қазақтың баласы бай қуатты болсын. Және менің ғана Өзбекстан, Қырғызстандағы көретін подписчиктерім бар. Соларға да Қазақстаннан сәлем. Видеоны жалғап таратып қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын.